Бала кездерімізде бәріміздің болмаса да біріміздің қол аяғымыздан сүйел шыққан шығар. Бірақ ол кезде оған көп мән бермегеніміз рас. Сол кезде өзіміздің ырымымызбен сүйел кетіруге тырысқанымыз да рас. Егер бала кезімізде сол сүйелді кетірмегенде не болар еді? Сәлем достар, бүгін мен сіздерге кетпеген сүйелден туатын аурулар жайлы айтамын. Сүйел қатерсіз, табиғатынан вирусты болып келетін жара, сырттай түйінге немесе үрпіге ұқсайды. Көп жағдайда 12-16 жас аралығындағы баланың қолында пайда болады. Өзге жаралармен салыстырғанда ешқандай зияны болмаса да назардан тыс қалмауы тиіс. Біріншіден, олар жұғады. Екіншіден, олар комплекстің себепшісіне айналады. Және соңында сүйел өршіп, ауырсыну сезімін тудырады. Жалпы сүйелдің пайда болуы, ол адамның папилломатоздық вирусының кейбір түрлерінен таралады. Тікелей қатынаста немесе әртүрлі заттар арқылы да жұғады. Көпшілікке ортақ ылғалдылығы мол жерде жүру, мысалы бассейн, сауна, монша, қол мен аяқтың шамадан тыс терлеуі, ыңғайсыз аяқ киім кию. Папиллома вирусы көп уақыт адамның өзіне білінбеуі мүмкін. Байқасаңыз, қолдағы сүйел ойда жоқ жерде пайда болады. Сүйелді қалай ажыратамыз? Оны енді емес бұрын мұның нақты сүйел екеніне көз жеткізгеніміз абзал. Ол қандай болады? Бұл терінің үстіне жайғасатын қоңыр немесе сұр түсті кішкене түйін. Қолдағы немесе аяқтағы сүйелдің құрылымы қабат-қабат орамжапырақ секілді етті болып келеді. Қолдағы сүйел дөңгелек немесе сопақша болып келеді, түсі сұр және басқан кезде ауырады, ұстаған кезде қатты екені байқалады. Құрылымының ішінде қара нүктесі бар. Сүйелді кетірмеудің салдары. Егер сүйелді кетірмесеңіз, оның салдары обыр ауруына әкеліп соғуы мүмкін. Көбінесе әйелдерде тігішектің бойында пайда болған сүйелдер жатыр мойын обыр ауруын, ішек ауруын, еркектердің жыныстық мүшелерінің ауруын туғызады. Жүкті әйелдердің организміне түскен сүйелдер аса қауіпті емес, бірақ сүйелдердің аногениталды түрлері де кездеседі. Олар жаңа туылған нәрестеге ауру әкелуі мүмкін. Әйел жүкті кезінде сүйелді кетіруге тырыспауы керек. Себебі көп жағдайда сүйелді лазермен күйдіру арқылы іске асырады, ал ол балаға стресс туындатуы мүмкін. Ал папиллом вирусын жүктіліктің 28 апталығында кетіруге болады. Сол кезде баланың барлық дене мүшесі қалыптасады және баланың денесін бүлдірмейді. Ал жүкті әйелдердің терісінде қалыптасқан сүйелдер іштегі балаға мүлдем әсер етпейді, бірақ сонда да денсаулығына мән берген жөн. Себебі папиллом ауруы кандидоз ауруын туғызады. Кетірудің жолдары. Оны кетірудің көп жолдары бар. Чистотелдің шырынымен сүртсеңіз пайдасы тиеді. Үздіксіз жасап отырсаңыз сүйелді бірте-бірте жоюға болады. Сарымсақты ұсақтап турап 24 сағат сүйелге басып қою қажет. Кейін бір матамен танып қойғаныңыз дұрыс. Сондай-ақ шикі картоп пен алманы басқанда сүйел кетіруге көмектеседі. Нәтижесінде сүйел бірте-бірте кішірейіп қараяды да түсіп қалады. Сүйелді қайшымен қиып тастауға тырыспаңыздар. Олардың тамыры қалып қойса, одан әрі көбею қаупі бар. Сонымен қатар халық арасында мынадай наным-сенімдер де бар. Жаңа туған айға мақтанып сүйелді көрсетіп тұрып, менде сүйел бар, сенде сүйел жоқ деп айтады. Сосын сүйелді жіппен байлап, ай шыққанда сол жіпті адам баспайтын жерге көму керек дейді. Ел арасында сүйелді санауға болмайды деген нанымға да мән беріледі. Себебі сүйелді санаса, оның көбейіп кетуі әбден мүмкін деседі. Менде пайда болған сүйел. Маған сүйел шамамен 13-14 жасымда қолымда сағаттың тілі тұратын жерде пайда болды. Мен оны кетіре алмай біраз әуреленгенім рас, бірақ ол кезде оның салдары жайлы білмедім. Қайшымен де қиюға тырыстым, бірақ ол қаттылау келген. Қолымда жіппен байлап, ай толғанда жерге көмдім. Оны дұрыс жасадым ба білмеймін. Одан кейін күйдіретін дәріні күнде жағып жүрдім. Нәтижесінде сүйел жарылып жұмсарып қалды. Кейін олар түсе бастады. Соңында өзім қолмен жудым. Асты ғана қолымда ойық қалып қойды. Бірақ қазір ол сүйелдің ізі де қалмады. Осылай қолымдағы сүйелден құтылдым. Ал сізде сүйел шықты ма? Және одан қалдыңыз? Комментарийға қалдырып кетіңіздер. Ал бүгінге осы, сіздермен бірге болған мен FT Fury Quick каналынан. Видеоны лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп қоңырауды басуды және ВКонтактедегі группамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Айтқыларыңыз келген нәрселер болса, группамыздың хабарламасына жазсаңыздар болады. Комментарийға келесі видеоға идея қалдырсаңыздар жақсы болар еді. Сұрақтарыңызды қойсаңыздар да болады, жауап беруге тырысамын. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар.